Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 6 сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша 3-ші тоқсанның 1-ші Бжб-сын өтетін боламыз. Тақырыбымыз our health, біздің денсаулығымыз. Ендеше тақырыпқа қарай тапсырмаларымызды өтейік. Бірінші тапсырма бізде listening, тыңдалым. Task 1. Listen to the talk twice and circle the correct answer. Go to this link to listen. Transcript can be found after the rubrics. Бұл жерде біздер тапсырманы 2 рет тыңдаймыз және жауап береміз дейді. Тыңдалымды 2 рет тыңдауымыз керек. Не болмаса, тыңдалымды мына сілтеме бойынша өтіп тыңдауымызға болады. Немесе оқып беруге болады. Мұғалімдеріңіз оқып беріп, сіздер тыңдап, болмаса оқып отырып жазуларыңызға болады. Мен сіздерге қазір мәтінді оқып, аударып беремін, және сол бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Transcript for listening task. I never used to worry about my health until recently. When I was a kid, I did lots of exercise. Even in my 20s and 30s, I was very fit and never ill. I have been lucky all my life, always in the best of health. I rarely get even a cold. I suppose time catches up with you. No, I seem to be getting lots of little aches and pains. I should go to the doctor for a health check, but I'm too busy. The older you get, the more you worry about your health. One good thing is that I'm eating more healthy now than ever before. I no longer have fast food and midnight snacks. I also sleep a lot more. I've read that getting 7 or 8 hours sleep every night is one of the best things you can do for your health. Бұл жерде балалар бізге осыған дейін өзінің денсаулығын уайымдаған адам емес екенін айтып тұр. Кішкентай кезінде жаттығуларды көп жасайтынын, 20-30 жасына дейін спортпен айналыстым дейді. Ешқашан ауырмаған адам. Қазіргі уақытта денсаулығына байланысты кейбір жерлері ауыратынын айтады. Бірақ осы уақытқа дейін тым ауыратып та ауырып көрмеген екен. I suppose уақыт өзінің деген алады. Қазіргі таңда менің көп жерім ауыратын сияқты дейді. Мен денсаулығымды тексеру үшін дәрігерге баруым керек, бірақ менің қолым босамай жүр. Жасымыз үлкейген сайын денсаулық туралы ойлайды екенбіз. Бірақ менің бұл жақсы жерім, осы қазіргі уақыттағы жақсы жерім дейді. Қазір мен дұрыс тамақтанып жүрмін. Фастфуд жемеймін дейді. Түнгі уақытта тамақ ішпеймін дейді. Және көп ұйықтаймын дейді. 7-8 сағат ұйықтап денсаулығымды пайдалы, 7-8 сағат ұйықтаған денсаулығым үшін өте пайдалы деп ойлаймын дейді. Енді бұл жерде жауабы when he was a kid he. Жауаптары. Бірінші тапсырма A, екінші тапсырма C, үшінші тапсырма B, төртінші тапсырма B. Келесі бесінші тапсырма B. Келесі speaking, екінші тапсырма бойынша. The learners are honored in pairs. It is a two-way conversation. You have 1 minute to prepare and 2 minutes to talk on the topic. Бұл жұптық жұмыс, қасыңыздағы адаммен бірге жасайсыз. You should give an opinion, agree and disagree.
Так, бұл жерде сіз өзіңіздің ойыңызды айтасыз. Келісемін, келіспеймін деген жайында. Ask and answer the questions, at least 2 questions. Сіз өзіңіздің ойыңызды жауаппен айтуыңыз керек және сұрақ қоюыңыз керек дейді. Кем дегенде 2 сұрақтан болу керек. Use topic vocabulary. Сөздіктер пайдалануға болады. Explain your answers. Және өзіңіздің жауабыңызды толық нақты етіп жеткізіңіз дейді. The follow questions will help you organize the speech. Мына жердегі сұрақтар сіздің манағы жасайтын жұмысыңызға көмектеседі дейді. What is your favorite sport and why? Сіздің жақсы көретін спорт түріңіз және ол неге? What types of sports are popular among your friends? Сен өзіңнің досыңмен бірге достарының арасында қай спорт түрі көбірек танымал? How do you try to keep fit? Денсаулығыңды сақтау үшін қандай жұмыс жасайсың? Қалай жұмыстанасың? What do you think are the best tips for a long and healthy life? Так, салауатты өмір сүру үшін қалай жүзеге асырасың өзің денсаулығыңа пайдалы жерлерін дейді. Learn as possible as answers. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы мына жердегі мысал ретінде бір сіздерге мәтін көрсетіп қойған, иә. Енді my favorite sport is football. Менің жақсы көретін спорт түрім футбол. I like football since my childhood because it is a teamwork. Going in for sports helps me to be sporty and keep fit. Also, in my opinion, it is important to have healthy food and be active. What about you? Бұл сіздерге мысал ретінде көрсетіп қойған, иә. Осындай қылып жазуларыңызға болады деп. Мен сіздерге тағы бір өзімнің мысалымды көрсетемін. Тапсырма бойынша. Осындай қылып өздеріңіз жазып алуларыңызға болады. Өздеріңіз ойдан жазуларыңызға болады, немесе осыны көрулеріңізге болады. Осы тапсырма бойынша. Так, бүгінгі Бжб сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер болады.